Қарашы Зере, мына біздің үстел үстінде не нәрселерді көріп тұрсың сен? Су, Кока-кола, Фанта. Бәрекелді, яғни бұлар бізде газдалған сусындар екен, солай ма? Зере, осы газдалған сусындармен мен бүгін сенімен тәжірибе жасап көргім келіп тұр. Яғни бұл осы газдалған сусындардың адам ағзасына қандай зияны бар екені туралы бірнеше тәжірибе жасайтын боламыз. Келісесің бе? Бірге тәжірибе жасаймыз ба? Иә. Жарайды, ендеше тәжірибемізге кірісек. Ол үшін бізге минералды су мен газдалған су қажет болады. Газдалған сусындарды ашқанда абай болу қажет, солай ма? Енді бізге бірінші тәжірибе жасау үшін шар қажет болады. Осы шарды минералды судың қақпағына кигізуіміз қажет. Енді қара, осы газдалған сусынды орнынан қозғап шайқаймыз. Қанекей, бірге екеуміз жасайық. Қаттырақ шайқайық. Ал, қара, біздің шарымыз қандай күйге енді? Үрілді, солай ма? Яғни, Зере, қара, біз бұндай тәжірибеден не түсінеміз? Яғни, бізде осындай газдалған сусындарды ішкеннен кейін ішіміз кеуіп ауыратын болады. Сондықтан газдалған сусындарды көп пайдалануға болмайды екен, достар. Солай ма? Міне, бізді бірінші тәжірибеміз аяқталды. Ал енді екінші тәжірибемізге кірісек. Ол үшін бізге бос ыдыстар мен газдалған сусын қажет болады екен. Енді бізге бұл тәжірибені жасау үшін ас содасы қажет болады екен. Ас содасын аламыз. Қасығын ала ғой. Қанекей, ас содасынан саған қолға оңайсыздық тудырып жатыр ма? Жақсы, шешіп қойайық. Ал қанекей, алайық бірге. Сен де алайық. Алынбай жатыр ма? Ал қанекей, көмектесейін. Қанекей, енді екеуміз бірге жасайық. Қандай реакция болады екен? 1, 2, 3. Қара. Қандай реакция болды? Біздің газдалған сусынымыз көпіріп, ыдыстың сыртына шығып төгіліп кетті, солай ма? Яғни, бұл газдалған сусындардың құрамында ион сутектері болады екен. Яғни, бұл ион сутектері де адам ағзасына зиян екен, солай ма? Бұл тағы газдалған сусындарды ішуге болмайтынның тағы бір дәлелі. Ұнады ма саған тәжірибеміз? Иә, бәрекелді. Енді келесі тәжірибемізге кірісейік. Зере, біздің келесі тәжірибеміз бұл жұмыртқамен жасалынатын болады. Сенің алдындағы газдалған сусын толған ыдыстың ішінде жұмыртқа бар. Ал менің алдымдағы ыдыстың ішінде бұл күнделікті өзіміз пайдаланып жүрген ауыз суы және жұмыртқа бар. Қанекей, осы ыдыстың ішіндегі жұмыртқаны алайық екеуміз. Қара, Зере, сендегі ыдысыңдағы жұмыртқа қандай түске боялған? Қоңыр түске боялған. Яғни, Зере, біз бұл тәжірибеден түсінетініміз, бізде осылай газдалған сусындарды өте көп мөлшерде күнделікті пайдаланатын болсақ, біздің тісіміздің эмалі қоңырайып, бұзылатын болады, солай ма? Яғни, бұл газдалған сусындардың бойында түрлі түсті бояғыштар өте көп, солай ма? Ал мен жұмыртқандағы қандай түсте тұр? Ақ. Яғни, бұл өзінің түсін сақтап тұр, солай ма? Қанекей, екеуін бірге қояйық. Екеуінің түсі екі түрлі, солай ма? Міне, яғни газдалған сусындар біздің денсаулығымызға, ағзамызға зиян екенін осы тәжірибеден де білуге болады, солай ма? Ал біз достарымызға не дейміз? Достар, газдалған сусынды көп мөлшерде пайдаланбаңыздар. Сау болыңыздар.